жатқан жер осы мешіт. Бұл қаланы нұрландырып тұрған, бұл қаланы құнды қылып тұрған, бүкіл әлемге сағынышты қылып тұрған осы мешіт негізінде. Бір жеңгем айтатын еді, осы мешітке кіріп шықсам бір моншаға кіріп шыққандай болам ба білмеймін дейді да, адамдармен жеңілдеп сөйлескім кеп бір ерекше бір сезім болам дейді да. Оның барлығы сол сауаптың әсерінен адамның жүрегіне тыныштық орнап, адамды қайта-қайта сағындырып, осы жерге шақырып тұратын нәрсе сол. Адам тәнмен жаннан тұрады. Тән, дене, ол топырақтан жаралғандықтан, сол топырақтан шыққан нәрседен рахат табады да. Алмадан, өсімдік бәрі топырақтан. Ал адамның жаны Алладан келгендіктен ол сауаптан ғана рахат табады, басқа рахат жоқ. Сондықтан ағайын туыстар, бұл мешіттің ішінде сыйымдылығы 1 миллион. Сыртымен есептегенде 1 миллион. Бірақ